Дос, шариғатта қызбен тек 3 рет кездесу керек дейді. Сол рас па? Қандай да бір ер адам үйленгісі келсе, болашақ қалыңдықпен 3 мәртеден артық кездесуге болмайды деген шарт жоқ. Кездесуге болады, бірақ шарт 3-ші адам қатысу керек. Яғни олар өздері жеке қалып, бір бөлмеде қалуына болмайды. Себебі екі адам, бөтен адам жеке қалатын болса, ер мен әйел, 3-ші шайтан болады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол себепті шайтанға бой алдырмас үшін екеуі кездескен жағдайда 3-ші адам болу керек. Бірақ қанша мәрте кездеседі өз еріктерінде. Себебі кездесудің пайдасы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қалыңдығыңды көр дейді. Өйткені көру арқылы араларында сүйіспеншілік пайда болады дейді. Өйткені сол арқылы араларында кейбір мәселелер ашылуы мүмкін. Сол себепті кездескен дұрыс әрине, бірақ шариғаттың әдебінен аспау керек.